Құрметті көрермен, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Күнтізбеде 2026 жылда бастап жатырмыз. Бұл жыл өздеріңіз жақсы білетіндей жылқы жылы. Қазақтың қастерлі жануары саналатын жылқының қандай қасиеті бар, қандай ерекшелігі бар? Қазақ неге бұл жануарды жеті қазынаға қосқан? Жаңа жылдық шығарылымда осы жылқы жануары туралы толығырақ ақпараттармен бөлісеміз. Ассалаумағалейкум. Қазақ десе жылқы қатар елестейді. Өйткені жылқы жануарын біздің ел ерекше қастерлейді. Бұл жануар тек шаруашылық құралы емес, асымыз емес, ұлттық болмыстың, мәдениет пен рухани мұраның ажырамас бөлігі. Қазақтар үшін жылқы еркіндіктің, батырлықтың, байлықтың символы. Ата-бабалар жылқының жеті қазынаға енгізіп, ердің қанаты деп ер мінезбен сипаттаған. Тарихқа көз жүгіретін болсақ, қазақ жерінде жылқы ежелден бері қолға үйретілген. Әлемдегі алғашқы жылқыны қолға үйрету деректері Қазақстанның аумағындағы Ботай мәдениетіне тиесілі. Бұл дерек жылқының қазақ жеріндегі рөлі өте тереңде жатқандығын көрсетеді. Жылқы көшпелі өмір салтын ұстанған қазақтардың сенімді серігі болды. Аттың арқасында кең байтақ далада еркін көшіп қонып, елін жерін қорғап алыс сапарларға шықтық. Әрине, ол кезде заман басқа болды. Көлік құралының орнына жылқы пайдаланды. Қазір бұл жануарды әлем елдері қозғалыс құралы ретінде пайдаланбайды. Ол үшін көлік шықты. Алайда өзге елде маңыздылығы төмендесе де, қазақ үшін бағалы әрі құнды жануарымыз болып қала берді. Құрметті көрермен, өздеріңіз жақсы білетіндей, биылғы жыл басы жылқы жылы. Енді жылқы жылы деп жатамыз, жылқыны қасиетті жануар деп жатамыз. Менде мынандай бір түсінік бар. Тауық сойса да қасапшы сойсын деген қазақта сөз болған. Әр сала сөйлемес бұрын өзінің мамандары сөйлеу керек. Жалпы жылқы малы жануары не үшін қазақ үшін қасиетті жануар, осы тұрғысында әңгіме өрбиді. Таныс болыңыздар, бүгін бізге қонаққа келген белгілі атбегі, жылқышы Қаратаев Қайрат. Амансыз ба? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, Уатхан мырза. Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жыл құтты болсын, жылқы жылы құтты болсын. Жылқы жылы дегенмен бай, өрісті жыл, сол амандық болсын. Тоқшылық жылы деп жатамыз ғой енді. Тоқшылықтың белгісі деп. Жалпы қазақтың дәстүрінде жылқыны бай әулеттегі жаңағы жағдай келіскен адамдар сойып жатады, дұрыс па? Әрине. Бай әулетті кісілер көбінесе құлын сойған, жабағы сойған, жастайынан сойған. Неге десеңіз, ол жұмсақ. Денеге сінімді, асқазанға тез қорытылады. Сондықтан көбінесе жас түлектерін сойған. Жылқы малы жаса мінсе көлік, жесе тағам, ішсе сусын. Басқа қандай қасиеттер бар жылқы деген? Жылқының қасиеті өте көп. Неге десеңіз, атам қазақ көбінесе жылқының күзге қалай түскенін, күзге қалай кіргенін, жаздан қалай шыққанын барлығын жылқы арқылы біліп отқан. Қыс қандай болатын, мысал үшін. Жарты жыл бұрын жылқыға қарап отырған. Жарты жылдан кейін жаңағы систематически дейді ғой орысша, мезгіл келеді екен. Қар, су, жаңағындай боран. Көбінесе жылқыларға қарап тулағанын көрген. Қашан құлындады, кеш құлындады ма, жыл жақсы болады. Ерте құлындады ма, онда қыс ауыр болады дегенге жорытқан. Биылғы жылқылар қалай болып жатыр? Биылғы жылқылар енді Құдайға шүкір жақсы болып жатыр. Жақсы кірді. Қыс жайлы болу керек. Қыс не үшін, қыс деймін ғой, жылқы малы не үшін қазақ үшін қастерлі жануар? Қасиетті. Жылқы малы деп айтпайды, негізі жылқы жануары қазақ үшін ол ең алдымен осы Қазақстанның солтүстігінде энеолит дәуірінде, осыдан емес, біздің эрамызға дейін 4000-5000 жыл бұрын
ең бірінші алғаш жылқылар үйретілген. Тарпан дейді ғой ол кезде. Содан бері міне бүгінгі күнге дейін біз қазақ халқы осы жылқыны ұстап, баптап, үйретіп, асау үйретіп, бүгінгі күнге дейін ұстап қалдық. Неге десеңіз, мысал үшін Америкада қалай баптайды жылқыны? Олар бірінші қытығын алады, кейіннен істейді. Бірінші басқа бір мешок кигізіп қояды үстіне, пакет кигізіп қояды, үркектігін алады. Біздікілер кішкене біз асау болғаннан кейін ба, айғыр мінез қазақ болғаннан кейін ба, қарғып мініп аламыз да шауып кете береміз. Тулатамыз, сол жерде қарғытамыз, мөңкітеміз. Соған байланысты бізде сол айғыр мінез қазақ деп содан қалған шығар деп ойлаймын өзім негізі. Қазір заман дамып кетті деп жатамыз ғой. Атқа мініп жүрмейміз қазір қалада. Бірақ жігіт адамға атқа мініп тұру керек дейді. Сол қаншалықты рас? Уатхан мырза, бұл мағлұмат дұрыс, бірақ толық емес. Неге десеңіз, тек қана ер жігітке емес, қызға да міну керек, қыз балаларға да. Неге десеңіз, мынау жылқының бойындағы тылсым, мінез барлығы мынау екі шап арқылы өтеді адамға. Жылқының тері арқылы сіңеді адамға. Мысал үшін біз өзіміздің Тенгри рух Қаратай деген ат бегілік, атқа мінетін жаңағы орталық ашқаннан бастап мен көбінесе қарап келе жатырмын. Ер жігіт емес, көбінесе қыздар жақсы мінеді. Тез үйреніп кетеді, алғыр болады. Ал ер жігіттер кейін ашылады. 5-6 сабақтарда ашыла бастайды. Қыздар 3 сабақта уже ағай шабайықшы деп сұрайды. Неге десеңіздер, енді бұлайша келгенде жаңағы мінез ғой. Біздің қыздардың мінезі мықты болып тұр қазіргі таңда ұлдарға қарағанда. Соған кішкене енді мен қиналам, мен намыстанам. Неге біздің жігіттер атқа мінбейді, неге біздің жігіттер көкпар тартпайды деп. Сол ең бастысы біздің ұғым жаңағы жастарға үйрету, жас жігіттерге үйрету. Ал сіздің сұрағыңызға туралай келетін болсақ, біріншіден шылқыған шап, екіншіден белдік, белсенділік, бел қуаты, массаж дейді ғой, массаж простаты дейді. Енді кешірім сұраймын ондай туралы айтқанымызға. Және де мынау арқамыз, арқа қазір көбінесе жұмыс, мынау удобный, ыңғайлы орындықтарымыз бар. Қозғалыс аз дейсіз. Қозғалыс аз. Магазинға да мәшинемен барамыз ғой қазір. Жаяу жүрмейміз ешкім. Енді атпен жүрген кезде мен өзім 3 күн атқа мінбесем ауырам. Неге десеңіз, вялый бола бастаймын. Аттың үстінде жүргеннен кейін мынау әр бұлшық ет постоянно тонуста болады. Әрдайым тонуста болады. Бір апта жол жүріп кеткен жағдайда келіп бір шауып алғаннан кейін ертеңінде мынау құлақтарыма дейін ауырады ғой. Түсінесіз, мынау мойынның бүкіл бұлшық еттері ауырады. Бір апта көкпар тартпасақ, екінші аптада көкпардан кейін ертесінде денеміз ауырады. Неге? Өйткені жаңағы бұлшық еттеріміз босап қалады. Соны белді босатпау керек дейді. Көбінесе көкпардың жігіттері айтады. Тақымды босатпау керек. Тақым мықты болған сайын, мынау аттың үстінен құламайсың. Тек қана тақым мықты болу керек осы аттың үстіне отырғанда. Жас балаларға қай жастан, ерте жастан атқа отырғызғанымыз дұрыс па? Әлде қай жасты ұсынар едіңіз? Уатхан мырза, бұл сұрағыңызға былай келуге болады. Баланы 1 жасқа дейін отырғызуға болмайды деп айтқан қазақ. Бірақ көп ағаларымыздан, аталарымыздан естігенім, баланы сөйлемейінше отырғызуға болмайды деп естігем. Тілі шықпай қалады деп.
неге ол жаңағындай үрей, қорқыныш. Негізі мен өзім 2 жасымнан атқа міндім. 2 жасымда мен кішкентаймын, сөйлеу білмеймін. Атам марқұм Еділбек деген кісі алады да жабағы жоқ. Ағаларым шауып кетеді, мен құлап қалам, аттан түсіп қалам. Бірақ мінгім келеді, ағаларыммен бірге жүргім келеді. Ол кісі алады да аттың жабағының астынан жіп өткізеді де 2 аяғымды байлап тастайды. Сөйтіп қызық, ағаларым шауып кетеді, мен айналып түсем, астына жем жеп тұрған жабағы ғой, ол текті мал ғой, үйге қайтып келеді. Үйге шауып қайтып келе жатқан кезде қолым былай, ата өлдім деген бірінші сөзім шыққан екен. Ол да адамға көп байланысты. Атқа міну керек, қарамау керек, неше жас. Алдыңызға өңгеріп алуға да болады, кішкентай бала болса, іштен етпейді. Жаңағы баланың ырғағы, духы, рухы пайда болу керек. Ең бастысы, аттың үстінде отырған бала ертең тізгін ұстай алады. Дұрыс па? Тізгін ұстаған бала ертең жоғарғы билікте болады. Елін ойлайды. Елін ойлайды, халқын ойлайды, иә, дұрыс айтасыз. Тілі шықпаған балалар көп қой. Соларға арнайы сол атқа міну дәрісін береді екен. Соған барып арнайы өтеді екен. Бұл енді бір ем шипасы бола ма деген? Әрине болады. Бізде мысалы үшін біздің атқа мінетін орталықта жаңағындай балаларға тегін өткіземіз. Олар келеді, әке-шешелерімен бірге. Кішкентай понийіміз бар, жабағы тайларымыз бар, жаңағылар особенный ребенок деп айтамыз. Ерекше балалар. Олар келеді де жаңағы сипай бастайды. Аттар да сезеді. Балалар астына түседі, шықмайтын жерлерін бәрін шықып кетеді. Ана аттар тым тырыс тұрады, қозғалмайды. Бекерде асау аттар. Жоқ, асау емес енді. Біз өзіміз жақындап кетсек, дауыс шығармай жанына, олар теуіп жіберуі мүмкін, тістеп жіберуі мүмкін. Әр атқа әрқашанда дауыс ырғағын шығарып келу керек. Ей, қой, құр деп, мысалы үшін, деп. Сол кезде ат тұрады. Ал үндемей келіп қалсаңыз, теуіп жіберуі мүмкін. Ал ана балалар келген кезде жаңағы аттар тым тырыс тұрады. Соған таң қалам. Жылқы жануары сезімтал дейді. Сезімтал. Үстіндегі адамды сезеді. Ішкі не болып жатыр, ішкі мінезінде не болып жатыр, қандай күйде барлығын сезіп отырады дейді. Сол рас? Енді ол туралы айта кетсек, менің осы 40 жасқа дейінгі өмірімде байқағаным мынау жүрек қағысы. Әр жылқы, әр үстіндегі отырған адамның жүрек қағысын сезеді. Жүрегіңді босат алсаң, жүрегіңді тоқтат алсаң, қағысын барлығын. Сол кезде ат түсінеді, қояды. Және де аттың үстінде отырғанда мінез керек, күш керек, қолдың, білектің күші керек. Жаңағындай ат енді жем жеп тұрған ат, ол үйге барғысы келеді, жылы жерде тұрғысы келеді, жазда салқын жерде тұрғысы келеді, мысалы үшін. Сол кезде кішкене қолмен тартып жіберіп, аяқпен басып жіберсеңіз, уже басқаша жүре бастайды. Мен мысалы үшін мініп келген атқа басқа қонақтар келіп міне алмайды. Неге десеңіз, ол кішкене енді адамға әртүрлі қарайды ғой. Біреу аяйды, біреу өзі қорқып тұрады, соған байланысты. Ал кейін бірнеше рет мінгеннен кейін байқағаным, әр ер жігіт, әр қыздар деребесі қозып шапқысы келеді. Аға шабуға бола ма, аға шабуға бола ма? Түсіндіреміз. 15 минут, 20 минут жай серуен дейміз. Содан кейін 20 минут шабамыз, 20 минут қайтадан серуен, суыту деп аталады. Суытамыз да атты қоямыз деп. Сол режимға үйреніп алған аттар, сол режимға үйреніп алған қонақтар өздері келеді, аттар мінеді, кетеді, келеді, аттарын қояды. Көбісі аттарын жаңағы морковь, сәбіз әкеледі, қант әкеледі, жаңағындай мәз болып, құшақтап сипап кетеді. Көрермендерде сұрақ бар. Жылқының етін жейміз, қымызын ішеміз, қандай пайдасы бар? Содан кейін әлеуметтік желіде қазір осы жылқышылы жылқының етін жеуге болмайды деген бір тыйым шығып жатыр.
Жалпы жылқы малына қатысты қандай тыйымдар бар бізде? Сол. Жылқы малына қатысты тиімдар: жылқыны аттауға болмайды. Жерде жатқан кезде. Иә, тебуге болмайды. Жылқының басынан ұруға болмайды. Неге десеңіз, Мұхаммед алейхи уассалам пайғамбарымыз айтқандай, хадисінде жылқының кекілінде берекет бар деген. Жылқының басы жаңағы қазақ үшін өте маңызды. Ал жылқының еті мен сүті, жылқының сүті үшке бөлінеді. Сауылған кезде сүт, сауылып кесемен алып келген кезде сүт, бір күн таң астырғаннан кейін ол сау мал, піскеннен кейін ол қымыз болады. Шөуі де пайдалы. Неге десеңіздер, шөуінің де адамға, ағзасына көптеген қажетті дәрумендер бар. Жылқының еті, постное мясо дейді ғой, тез сіңеді. 3 сағаттың ішінде қорытылып кетеді. Жылқының етін жеген адам, майын емес, етін ғана жеген адам 3 сағаттан кейін қарны ашады. Жұмыс істеп, қозғалып, неткеннен кейін 3 сағаттан кейін қарны ашады. Сіңімді. Иә, сіңімді. Америка құрама штаты дедіңіз, иә? Ол жақта жылқыны асырау қиын. Иә, қымбат. Қымбат болады. Ал біздің жақта қалай болып жатыр? Енді бізде жылқыларды жыл бойы бағумен арзандау шығады. Неге десеңіз, бұл атадан балаға келе жатқан кәсіп. Қыстақтар бар, жер тілімдері бар, телімдері. Сол жер телімде жылқыны қыс бойы, жаз бойы, күз бойы, көктем бойы бағып шығамыз. Неге десеңіз, қораға кірген мал ол қымбат. Ал Англия, Америкада кішкене басқаша. Олар қорада ұстайды, үстілеріне жабу кигізеді. Бізде кішкене дикилау условиялары. Оларда басқаша. Жорық ұйымдастырудамыз деп, сол туралы көлемдерге айтып берсеңіз. Биыл өткен жылы 25-ші жылы біз ашылдық. 25-ші жылы 2 жорығымыз жасадық. Астана, Қызылсуат, Бурабай. Қызылсуат жаңа Ерейментау деген қорық бар. Қорыққа бардық, иә. Жаңағы бізбен шыққан қонақтар қорыққа барған кезде тірідей бизондарды көрді. О жерде бизондар бар екен. Ана видеоны түсірген сіздер ме? Иә, біз. Сол бизондарды көрді де мәз болды. Сосын жаңағындай 2 құлжа бір-бірімен сүзіскенін көрді. Қандай табиғат аясында. Телефон ештеңе ұстамайды, тыныштық. Бірнәрсе тақ-тақ етеді. Бүйтіп қарап қалсақ, 2 құлжа бір-бірімен сүзісіп жатыр. Ана кісілердің бетінде эмоция деген масқара. Жүзінде бір сезім пайда болды. Соның барлығын көріп отырып, біз өзіміз риза болдық, мысал үшін. Енді Құдай қаласа 2026 жылы мамыр айында Астана Қызылсуаттан Ақтауға дейін атпен серуенге шығамыз. Серуен 2 ай болады, 2 ай жүреді. Ақтауға дейін. Ақтауға дейін, иә. Қай жақпен жүреміз? Астана, Қарағанды, Балқаш, Шымкент, Тараз, Түркістан. Сол арқылы. Сол арқылы, иә, Оралға шығамыз, Оралдан әрі қарай Ақтауға кетеміз. Жорықта қанша адам шығасыздар? Талаптары қандай? Жорықта бізде Құдай қаласа бір 50 адам, 50 аттылы шығады. Және де көліктермен, жеке көліктермен сопровождение болады. Неге десеңіз, ол көп адамға қиын. Және де тамақ. Дегенмен бұрынғы ата-бабаларымыз жүре берсе, біз қазір кішкене одан өтіп кеттік, алшақ өтіп кеттік. Және де одан 27-ші жылы Құдай қаласа Испанияға атпен серуенге шығамыз. Сондай бір өзіміздің алдыға қойған мақсаттарымыз бар. Мынау көрермендерді жаңа жылмен құттықтап жатқаныңызға көптен көп рахмет. Енді жылқышыдан жылқы жылында бір керемет тілегіңізді естейік.
Жақсы жыл есіркесін, ескі жыл жақсы жыл жаңарқасын, ескі жыл есіркесін. Жылқы жылы тулап мінезді болыңыздар. Ең бастысы, бізге қазір қонақтар келеді көбінесе басқа мемлекеттерден. Соларға өнерімізді көрсетеміз. Қарғып міну, жерден қамшы алу, қылыш алу деп, аттың үстінде садақ ату, теңге алу, соның барлығын көрген қонақтарымыз таңғалады. Көбінесе Қытайдың азаматтары таңғалады. Сұрайды, өздері айтады, мінекей осыдан екен ғой біз сендерді кезінде жиналмағанымыз дейді. Сол жігіттер мен қыздар айтатыным, тілейтінім, әрқашанда мінезді болыңыздар. Әрқашанда өздеріңіздің ұяларыңызға қараңыздар, жан ұяларыңызға қараңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Көріскенше. Рахмет. Ең бастысы, сіздер сияқты азаматтарымыз аман болсын, ұлттық кодымызды жоғалтпайық. Әмин.